Егер кальянды өте жиі тұтынса не болмақ? Кальянды аптасына бір мәрте қолдану аса қауіптілік әкелмейді. Осы уақыт аралығында адам организмі бұл құрылғының түтінінен арылып қайта қалыпқа келе алады. Ал егер өте жиі қолдану адамзат үшін өкпедегі аты жаман кеселге әкеліп соқпақ. Әрине, кальян шылыммен салыстырғанда қауіптілік жағынан ұтымдылау. Дегенмен бұл қолдана беру қажет деген сөз емес. Шамадан тыс қолдану тәуелділікке апарады. Кальян тарту көбінесе әйелдер үшін қауіптірек, әсіресе жүктілік мерзіміндегілерге. Себебі кальяннан бөлінген бұл түтіндер ұрықсыздыққа келіп соғып, арты түсік тастаумен де ұласпақ. Көпшілік орналасқан аймақтарда бұл затты тексерістен өткізіп тұрған абзал. Бір кальянды бір топ адам пайдалануда өзіндік зиянын тигізеді. Кейде ұшынып қалу, сондай-ақ бір мундштукты пайдалану жұқпалы аурулардың таралуына да себеп болмақ. Одан бөлек трубканы да жиі алмастырып отырған жөн. Осы арқылы ақытықы дерті мен туберкулез жұқтыру қаупі жоғары. Кальянды қолданып болған соң оны міндетті түрде жақсылап жуу қажет. Егер жиі қолданатын болсаңыз, ондағы сан түрлі қалдықтар өкпеге қарай жол тартпақ. Ал бұл нәрсе өз кезегінде демалу процесін қиындата түседі. Кальянды жиі тұтынатындардың ағзада көмірқышқыл газының шамадан тыс артуы байқалды. Бұл жүрек қан тамырлары үшін аса қатты зиянды. Дәл осындай жайт темекіні көп қолданатындарда да байқалған. Кальянды алғаш тұтынып жүргенде негізгі зат көмірдің дәмін сезеді. Тіпті бірнеше қосымша түрлерінде орнатуға болады. Алғашында организм сәл босаңсыған күйге түсіп, артынша жылдам бейімделіп кетеді. Одан соң түтінді ішке өте жиі сіміруді қалап тұрады. Бірақ бұл айтылған зияндылықтар көпшілік үшін алаңдата бермейтін жайт. Кальянды өте жиі қолдану адам үшін мұқтаждық әкелмек. Осылайша кальян құлдыққа салынғандар одан сайын көп тартып, жаңа дәмдерді байқап көруге ұмтыла береді. Факт, кальянды күйзеліс кезінде қолданғандар оған тәуелді болып қалмақ. Ал дәл осындай сәт кезекті рет қайталанған сәтте жанынан кальян табылмағанда адам шылымға жүгінеді. Тіпті бұрын шегіп көрмесеңіз де. Сондықтан кальянды жиі тұтыну тәуелділік әкеліп, денсаулыққа кінәрат келтіріп қана қоймай, айналаңыздағы жандарға да әсер етеді. Түтіннің қауіптілігі көмірде емес, табақтан немесе кептірілген темекіден. Түтіннің жанына балаларды жақындатуға болмайды. Олардың иммунитеті ересектерге қарағанда өте әлсіз. Кальян соңғы уақыттары зияндылығына қарамастан қанатын кеңге жайды. Темекімен салыстырғанда қауіптілік деңгейі төмен. Себебі кальянның түтіні таза, бірақ сырты алтын болғанмен іші ажалды заттарға толы. Сақ болайық.